Алдыңғы сабақта функциямен таныстық. Енді бұлардан бұрын форм дегенмен танысып өтейік. Алдында формды өткеніміз жоқ. Одан table деген сияқтыларды өткеніміз жоқ. Оны керек кезінде ғана өтейік, өстіп. Форм болса неге істетіледі дегенде, мына браузерда сайт істетіп отырған істетушінің сандық мәліметтерін сол істетуші адам сандық мәліметті кіргізеді, соған сайт есептеу жасайды немесе басқалай қажетті сандық мәліметтерін жолдап береді деген сияқты. Сол сияқты істетіледі. Мысалы, Google-да мына жерде бірдеңе жазсақ, соны қайтарып әкеп береді. Яғни іздеп, мына жерде іздеу бізге керектіні қайтарып әкеп беріп отыр. Осы сияқты істетіледі. Ал енді бұның ішінде input деген бар. Алдымен формның жазылу қағидасын көрейік. Жерге құрайық. Форм дейік. Осының ішіне JS форм талдайық. Styles'тың ішіне site CSS деп құрайық. JS-тің ішіне site JS. Одан формның өзінің ішіне index HTML. Басқа HTML деп жазсаңыз да болады. Біз index деп жаза берейік. HTML5 form жерге CSS-ті кіргіземіз. Styles'тың ішіндегі site CSS JS-ті кіргізейік. JS-тің ішіндегі site JS формды жазайық. Ода бір әдеттегі HTML элементі action'ды тұра тұрайық. Не форм хай деп жазайық. Оны өшіріп бастайық. Шығып тұр. Осының ішіне жазылу қағидалары бұлай. Мысалынан көшіріп апарсалайық. Өзіміз жазсалайық. Шырмашаты болып жіберді. Form action'ды алып тастайық. Бұл бір атрибюті ғой жаңағы. Бұның ішіне бір label жазайық. Одан кейін labelға user name деп жазайық. Яғни логин тіркеліп кіруге қатысты. Осыған бір input жазайық. Type text. Міне username атына мынандай қойып қояйық. Міне мен жерге атын жазады, одан паспортын жазады, яғни құпия сөзін. Одан бар басына тіркелу деген батырманы кіріп, сайтқа тіркеледі ғой. Сол сияқты материалдар жазуға болады. Мысалы, мынаны әдетте көбінесе астындағы input'тарға ID беруге болады. ID береді сөзсіз. Бұған
username. Алдында ID-ді қалай жазғанды білеміз. Ал енді labelға осы username деген ID-ді береміз. Бұл мынаның labelі деген сөз. Ал енді осының артына жол алмастыр қояйық. Мына барлығы inline элементтер. Көшіріп салайық. Содан кейін мына жерге password деп жазайық. Да, осылай жазылады. Мысалы, істетуші, қолданушы адам бұл жерге сандық мәліметін кіргізеді деген сөз ғой. Мысалы, менің атым user болса, имам, password. Содан жерде бір баттым болады. Яғни, тапсыру. Не болмаса, бұн input type дегенге submit, яғни тапсыру. Value жазайық. Value не? Login деп жазайық, яғни тіркелу. Да, жерге де BR қояйық. Жол алмастыру. Әдетте негіз формасы осылай болады ғой. Атын жазады, passwordын жазады, содан кейін логинді басып тіркеліп кіреді. Негіз осылай. Содан кейін жерге action деп жазуға болады. Action. Бұл қайда барсын дегенде бір сервердегі адреске барады. Сол жерге біздің мына атымызды және паспортымызды, паролымызды жіберіп береді. Мынаны басқан кезде жіберіп береді. Және сервер тексеру жасап, мынандай істетуші адам бар ма, жоқ па, одан паролы дұрыс па, аты дұрыс па, соның бәрін салыстырып, егер дұрыс болса, қайтадан әкеп бізге мынаны сәтті қылады. Сәтті қылғаннан кейін біз бас бетке барамыз. Содан өзіміздің қалаған нәрселеріміз істейміз деген сияқты сондай нәрселер істетіледі. Яғни, мына жерге серверде login деген бір API бар болсын, осыған жіберіп еттік. Яғни, әдетте PHP мен жазылған ана сервердегі, яғни backend PHP мен жазылса, PHP деп тұрады көбінесе. Не? Барқасақ login PHP-ге кетті. Мына жерде бізге ескерту шығып тұр. Cannot get login PHP дейді. Бұл неліктен дегенде, бізде login PHP деген жоқ қой міне. Бұның артынан қысқаша бір backend'і жазамыз да, соған сандық мәліметтер қойып, алып өзіміз істететін боламыз. Әзір осылай түсініп тұрайық. Ал енді басқалай істетуге болады. Мысалы, action'ды алып тастайын. Action'ның бізге керегі жоқ. Submit'дің да керегі жоқ. Мынаны label'ді алып тастайық. Әзірше бізге label'дің керегі жоқ қой. Ортасына қосу деп қояйық. Не? Мынау қосу, мынау бір қарапайым есептеуіш жазайық. Одан кейін содай мұн жағына теңді жазайық. Одан кейін тағы бір input әкелейік. Input type text болсын. Мына ID-дарды алып тастайық. Текст емес, number болсын, яғни сан цифр. Бұның тайптар болады, нөмір кіргізетін және текст кіргізетін деген сияқты. Батырма деген сияқты. Яғни бейсек міне сан цифр жазылады деген сөз. Басқа жазу жасақ жазылмайды, ал сан цифр жазсақ жазылады. Өздеріңіз сынап көрсеңіздер болады. Не? Барлық осылай болды. Пәлен қосу, пәлен тең, пәлен дейік. Теңге
Біз nothing'ді жазбайық, бір батырма жазайық. Баттын тең дейік. Міне. Басылатын болсын. Содан кейін біз осыған есептеу жасатайық. Яғни GS-ті мұнасып жазсақ та болады ғой. Мынаны өшіріп тастайық. Function add number stick, яғни нөмірлерді қосу. Осыған екі параметр келсін. Біріншісіне number 1, бірінші нөмір, number 2, екінші нөмір, return дейік. Return қылмайық. Жоқ, return қылайық. Бірге қосамыз екіні. Артына мынаны жазып жүрейік. Жаз болса да істей береді, бірақ сөзсіз жазып әдеттенейік. Содан кейін мынаны істететін қылайық. Жаңағы батырманы басқан кезде, яғни оң клик кеткізген ивенті, яғни клик кеткізіп мынаны бір басып қалған кезде істейтін шаруасы осыны істеу болсын. Әзір мынаны басақ ештеңе істемейді, ол қателік шығару мүмкін. Жоқ, қателік шығармайды екен ғой. Біз өйткені ештеңе жазғанымыз жоқ. Мына алдындағыларын алып тастайын. Біз форумға жазып келе жатып, неменеге басқа бірдеңе жазып кеттік па? Add numbers, index HTML, site.js, біз форум, біз display'ден шығып форумға бара салайық. Форумның site.js'ына жазамыз. Мынаны қалдырайық, қалғанын өшіріп тастайық. Site.js'ті ашайық. Мында. Мынаны қайтарып береді. Қайтарып бергізбей. Add number емес. Тағы бір функция құрайық. Аты calculate дейік. Яғни есептеу. Есептеу дегенді басып қалған кезде біз мынаның мәнін өзгертейік. Яғни мынау. Онда анадырға ID берейік. Мынаның ID-і number 1, яғни бірінші нөмір. Ал енді мынағанда ID берейік. Яғни біз ID деген бір элементтің бірден бір анықталуы. Яғни біздің азаматтық куәлік сияқты деп алдындайдық қой. Мынау екіншісі, екінші нөмір. Ал мынау үшінші нөмір. ID. Бірінші нөмір мен екінші нөмірді қосып, үшінші нөмірді шығармақшымыз. Онда var деп жерге айнымалы шама белгілейік. Бірінші нөмір дегеніміз тең болсын. Документтің ішіндегі жерге қысқаша жазайық. Документтің ішіндегі query selector деген осы барлық документтің ішінен іздейді. Query бойынша query'дің ішінде біз ID-ді CSS қосып бүйтіп жазамыз. Бірінші бұл бір элемент қой. Элемент болғанда да бұл жерде input элементі. Input'тың value болады, яғни мәні. Яғни біз кіргізген мән. Ал енді екіншісіне кіргізген мәнімізді алатын болсын. Содан кейін үшіншісінің мәнін біз өзгертейік.
Üçüncüsünün мәнін біз мына жерде берейік. Тең болады 1 менен 2-нің қосындысы. Мынау тұра берсін, істетпей қойық. İstemeyedi, өйткені біз жазғамыз жоқ. Бұда не болды дегенде біз формның ішіне жазып тұрмыз. Бұл басқа жерге жалғап етіп тұр. Алып тастайық шәзір. Он екі деп шығарып тұр. Яғни бұл қате. Неліктен деген кезде мына жерде value дегенде бұл төті string type, яғни бір дегенде бізге былай көрсетіп тұр. Бір деп жазсақ, бір деп көрсетіп тұр. Әмілиятта бұл бір деген сан болу керек. Оны біз неменеге айландырамыз? Init, яғни санға айландырамыз. Number деп төбесін қоршап, object қылайық. Object қып, мынаны object қылайық. Содан кейін мынандай болсын. 4 қосылған 8 тең 12, 9 тең 13. Яғни теңді басқан кезде істейтіні міне есептеу. Есептеу деген функцияны істеді. Яғни мынаның ішіндегі мәнді міне жерде алдық. Мәнін алып, мынаған екіншісінің мәнін алдық. Содан кейін үшіншісінің мәніне мына мәнді бердік. Осындай деген сөз. Енді бұдан да қарапайым жасап көрейік. Үстіне жазсылайық. Input type текст болсын. ID name болсын. Input type text ID last name, no first name болсын. Яғни мынау өз атың, әкең аты деген сөз. Содан кейін екеуін қосқан кезде тең болады, яғни батырма жазайық. Қосқан кезде 10 клик еткізген кезде calc name деп ат қойып қояйық. Осындай функцияны атқарсын. Бұл функцияның ролы мына үшінші инпутымызға ID-ға мұнасып жазған болмайды. Бұлай. Үшінші инпутымыздың ID-ы толық ат, яғни full name. Осындай болсын. Жерге бердік.
идеяви bir стайл бере салайық. Margin 50 piksel 2 бөлек көрініп тұрсын. Мысалы, екеуін қосқан кезде аты шықсын. Міне жерге бірінші атыңыз, одан атыңыз, одан толық атыңыз. Оны тағы бір функция жазайық. Calc name деп ат қойғанбыз. Содан кейін бірінші name, бірінші аты, яғни өзінің атын first name тең болады документтің query selector, яғни документтің ішінен іздейміз ID-і first name болған элементті inputты, яғни осының мәнін аламыз. Ал екінші әкесінің аты тоқсас last name осының мәнін аламыз. Одан кейін үшіншісіне ID-і full name, яғни толық аты деген input'тың мәнін тең болады бірінші атына қосамыз, бір бос орын, оған қосамыз last name әкесінің аты. Содан кейін болды. Көрейік, мына бірінші солай. Абай Құнанбай. Абай Құнанбай деп шығып тұр, міне. Екеуін қосып. Ал енді мынаны не ролы бар дегенде мынаны жоқып тастайық. Абай Құнанбай. Осыған міне бір-біріне жабысып қалады. Сондықтан ортасына жаңа бос орын қойдық. Бұның қағидасы қалай дегенде, біздің бірінші жазғанымыз мынандай string type қой. Осының ішіне мысалы Абай деп жаздық. Содан кейін оған әкеп жалғайды. Мына жерде мынаны жалғап береді. Солдан оңға қарай, жоғарыдан төмен қарай HTML, CSS, JS барлығының қағидасы мына документті солдан оңға қарай оқиды, және үстінен астына қарай оқиды. Сол секілді міне. Жер келген кезде жоғарыдан төмен қарай оқып келе жатты, міне бүйтіп. Мынаны оқыды, алдымен белгіледі, одан кейін мәнін берді. Одан мынаны белгіледі, мәнін берді. Одан кейін мынаны ішіне мынаны алып шығып, осының мәні дегенге мына мәнді беріп жүргізіп қойып қалды. Яғни бірінші мынаны істеді. Абай дегенге енді мынаны ішіне Абай деп жаздық, ештеңе басқа қосқанымыз жоқ. Абай дегенде әкелді. Одан кейін жерге бос қойғанымыз себепті мына space'ті бос орынды бір тал бердік. Одан кейін соңғы атын жазды. Яғни осыны әкеп төтө бере салды. Содан бұны төтө апарып міне жерден бізге үшіншісіне көрсетті. Негіз қағидасы осы. Мынау бір қысқаша есептеуіш. Енді біз қысқаша есептеуіш жасайық. Мынаны өшіріп тастайын. Мынаны өшіріп тастайын. Есептеуіштік тағы бір сағатқа бөліп өтейін.
алдымен. Онда осылай тұра тұрсын.